Мерейлі отбасы байқауының облыстық кезеңі биыл әдеттегідей халықаралық отбасы күніне тұспа-тұс 15 мамыр күні басталды. Ағымдағы жылы бұл жобаға өңіріміздің 95 әулеті қатысуға өтінім білдіріпті. Олар еңбекте, спортта, шығармашылықта, тіпті ғылымда түрлі жетістікке жеткен жанұялар. Жүлдегер атанғандардың қатарында Алтынсарин ауданынан келген Сейдәзімовтер әулеті бар. Отбасы отағасы Талғат Сейдәзімов, жұбайы екеуі барлық еңбек жолдарын мектепке арнағандарын айтады. Біреуі іс қағаздар жүргізуші маман болса, бірі алғашқы әскери дайындық пәнінен сабақ береді. Бүгінде саналы тәрбие берген ұстаздардың оқушылары жоғары жетістіктерге жетіп, биік белестерді еңсеріп жүр. Қазіргі таңда алғашқы әскери дайындық сабағынан жас сарбаз мамандандырылған сыныбын ашқанмын. 6 жылдан бері жас сарбаздар осы облыстық, аудандық деңгейлерге сайыстарға қатысып, өнерлі көрсетіп, көптеген оқушыларым, жаңағы бір оқушым Ресей мемлекетінде Санкт-Петербург военно-космический академияда оқып жатыр. Көптеген оқушыларым осы Қостанай облысы бойынша жаңағы алғашқы әскери дайындық пәні бойынша, сосын ішкі істер қызметіне оқуларға түсіп, жалпы жақсы тәрбие алып жатыр. Марапаттау рәсіміне облыс бойынша іріктелген бас аяғы 11 отбасы қатысты. Барлығынан үздік атанып, бас жүлде 1 миллион теңгені Әулиекөл ауданынан келген Егенбердиевтер отбасы еншіледі. Әулет өкілдерінің басым бөлігі медицина саласында қызмет етеді. Ал отбасының ұйытқысы болып отырған Қарлыға Егенбердиева жанұяда бастысы сыйластық дейді. Өздерінде көп балалы отбасынан шыққан отбасы басшысының мамандығы дәнекерлеуші. Біз мектепшілік, балабақшада, жаңағы жұмыс орындарында, қай жерлерде іс-шаралар болса, бәрінде қатысып, өзімізді биіктен көрсете біліп жүрдік. Ең алдымен бірін-біріне деген ынтымақ, бірін-біріне деген бірлік, бірін-біріне деген жақсы қарым-қатынас, бірін-бірін сыйластық ең бастысы. Сыйластық болу керек, бірін-бірін құрметтеу керек, жақсы көру керек, и махаббат болу керек. Балаға деген, ата-анаға деген. Бұған дейін алдында аудандық кезеңдер өтті, аудандық қалалық кезеңдер. Әр аудандан, қаладан 2 отбасыдан облыстық кезеңге өтетін болды. Жалпы биыл облыстық кезеңде 38 отбасы қатысқан болатын, көріп тұрсыздар. Енді бірінші орын алған отбасымыз республикалық кезеңге қатысатын болады. Ол жоспар бойынша қазан айында өтетін болады. Облыстық кезеңнің жеңімпазына 1 миллион теңгенің сертификаты табыс етіледі. Және олар ағымдағы жылдың қазан айында отбасы күні қарсаңында Астанада өтетін мерейлі отбасы ұлттық байқауының лауреаттарын марапаттау рәсіміне қатысады. Сергей Лукашин, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.